Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Бұл шәкірт онлайн мектебі. Мен Балғаным апай боламын. Сіздерге сауат ашу пәнінен сабақ үйретемін. Сіздерді 4-ші тоқсанның басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Сабаққа дайынсыздар ма? Тамаша. Ендеше оқу құралдарымызды дайындап алайық. Сауат ашу оқулығын, дәптерлеріңізді, қалам, карандаштарыңызды жандарыңызға қойып қойыңыздар. Ал жақсы, керемет. Ендеше бүгін біз сауат ашу сабағынан жаңа тараумен танысамыз. Ол аталады ас адамның арқауы. Тамаша, оқулықтарыңызды аша қойыңыздар. Бұл жерде оқулықтарыңызда кімдерді көріп тұрсыздар? Я, дұрыс айтасыздар. Сіздердің достарыңыз Мери мен Али. Тамаша, Мери мен Али не дейді? Бұл тарауда нені біледі екенсіздер? Мұқият тыңдайық. Али, менің таңғы асты ішкім келмейді. Ботқаны тіпті жегім келмейді. Оның орнына тәтті тоқаш пен кәмпит пен шай ішкенді ұнатамын. Мери, таңғы асты ішпеу дұрыс емес. Мен таңертең анам дайындаған ботқаны үнемі жеймін. Әртүрлі шірін ішуді ұнатамын. Анам маған сабақты жақсы оқу үшін дұрыс тамақтану керектігін айтады. Меніңше, дұрыс тамақтану деген өзің қалаған тағамды тойып жеу деп ойлаймын. Ал сендер балалар, қалай ойлайсыңдар? Кімнің ойы дұрыс? Меридің бе, Әлидің бе? Дұрыс айтасыңдар. Әлидің ойы дұрыс. Таңертең үнемі дұрыс тамақтанып, аналарым жасап берген ботқа мен сүт ішу керек, сонда біздің денсаулығымыз мықты болады екен. Тамаша. Ал жақсы. Біз бүгін Мери мен Али сіздерді бір керемет сабақтың бастауын алып келеді екен. Ол сабақтың тақырыбы дыбыстар мен әріптер. Тамаша, сіздер бұға дейін дыбыстар мен әріптерді білесіздер. Ал есімізге түсіріп алайық. Дыбыс дегеніміз не еді балақайлар? Дұрыс айтасыздар. Дыбысты біз не істейміз? Айтамыз, естиміз. Керемет, тамаша. Ал әріп дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Оны көзбен көреміз және қолмен жазамыз. Керемет, жарайсыңдар, ақылдылар. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы дейді сіздерге тапсырмада. Ендеше барлығымыз оқулықты өзімізге қарай жақындатып, мәтінді менімен бірге оқиық. Назира жол бойы бутерброд жеді. Сүт, айран ішті. Ал Әсет әжесі салып берген тамағының бәрін күшігіне берді. Өзі қытырлақ пен кәмпит жеді. Газдалған сусын ішті. Содан соң оның асқазаны ауырды. Қатты ауырғаны соншалық өзін өте әлсіз сезінді. Ал жақсы, сіздерге тағы да оқуға уақыт беремін. Оқып алыңыздар, түсініп. Тамаша. Оқып болдық па? Мәтін кейіпкерлері дұрыс тамақтанды ма? Жоқ. Дұрыс тамақтанған жоқ. Мәтін кейіпкерлері кім еді? Назира мен Әсет. Назира не жеді? Бутерброд жеді. Ал не ішті ол? Сүт пен айран. Сүт пен айран дұрыс тамақтануға келеді екен, бірақ бутерброд жегені дұрыс емес. Келесі кейіпкер кім? Әсет. Әсет не істеді? Дұрыс тамақтанды деп ойлайсыздар ма? Жоқ, не себепті? Өйткені дұрыс айтасыздар. Әжесі берген тағамды не істеді? Күшігіне берді, өзіне жеді? Я, өзі қытырлақ пен кәмпит жеп, не ішті? Газдалған сусын ішкен екен. Бұл дұрыс тамақтануға жатпайды. Қалай ойлайсыңдар? Тамақтанған адам денсаулығына зиян келеді ме? Я, дұрыс айтасыздар. Дұрыс тамақтанбаған
адамның денсаулығына өте зиян. Оны қайдан байқаймыз? Мәтіндегі кімнен байқауға болады? Әсеттен. Өйткені ол дұрыс тамақтанды ма? Жоқ. Ол әжесінің салып берген тағамын тамақтанбай, дұрыс емес, тамақпен тамақтанды. Сондықтан ол не болды? Денсаулығына зиян келіп, асқазаны ауырды. Тамаша. Енді сіздерге тапсырма. Тамақ, сусын, кәмпит сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар? Ойланыңыздар. Бірінші, тамақ сөзінде. Тамаша, бірге қазір дыбыс санын санап шығайық. Т, А, М, А, Қ. Неше дыбыс бар екен? 5 дыбыс. Неше әріп бар? 5 әріп бар. Керемет. Келесі қандай сөз? Сусын. Ал өздеріңіз тауып көріңіздер. Сусын сөзінде неше дыбыс бар? Керемет. Неше дыбыс бар? 5 дыбыс бар. Неше әріп бар? 5. Тамаша. Келесі қандай сөз? Кәмпит. Ал кәмпит сөзінде неше дыбыс, неше әріп бар? Жарайсыңдар. 6 дыбыс, 6 әріп бар. Керемет. Жарадыңдар. Келесі. Оқулықтарыңыздың келесі бетін ашаңыздар. Ал келесі тапсырма. Екінші жаттығу. Суретке қара. Суретте қандай дыбыс шығарып тұр, айтып көр дейді. Суретке мұқият қараймыз. Ол жерде нелерді көріп тұрмыз, кімдерді көріп тұрмыз, қандай дыбыс шығарып жатыр. Тамаша, дайынбыз ба? Ал айтып көрейік. Не көріп тұрмыз суретте? Дұрыс айтасыздар. Көше, көшеде жол. Жолдың бойында нелер кетіп баратыр? Керемет. Көліктің түрлері. Қандай көліктің түрлері бар екен? Автобус, машине, жүк машинесі. Тамаша. Олар қандай дыбыс шығарады? Дұрыс, керемет. Жарайсыңдар. Ал тағы да қандай суреттер көріп тұрмыз, байқадық? Айналаны қараңыздаршы жаным. Дұрыс айтасыздар. Ағаштар көріп тұрсыздар. Жел соққанда ағаштардың дыбысы қалай шығады? Тамаша, керемет. Ал жақсы. Бұл жерде біз сурет бойынша дыбыстарды талқылап шықтық. Келесі тамаша 3-ші жаттығуға көштік. 3-ші жаттығуда мәтінді оқы дейді. Ендеше барлығымыз бірге, менімен бірге қосылып оқиық. Оқулыққа назарымызды аудардық. Ал кәнекей, барлығымыз бірге оқимыз. Айналаңа құлақ түрші, судың сылдыры, ағаштардың шуылы, мәшине, пойыздың гүрілі естіледі. Бұл дыбыстардан бөлек адамның сөйлеуі арқылы шығаратын дыбыстар бар. Дыбыстар біздің бір-біріміздің ойымызды түсінуге көмектеседі. Бұлар тіл дыбыстары. Тамаша. Ал енді бұл мәтінді сіздерге түсіндірек, тереңірек түсіну үшін бізге тағы да көмекке Мерей мен Али келді. Ал бізде Мерей мен Али бізге көмектесіп жіберсін. Мерей айтады. Сонда тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі неде? Алиді тыңдайық. Мерей, мұны білу үшін үй, бор, күшік сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көрші. Алған екен, барлығымыз бірге балақайлар. Осы сөздердің орнын ауыстырып көрекші. Ауыстырып көрдіңіздер ма? Тамаша. Сөз мағынасын түсіндің бе? Түсіндіңіздер ма сөздің мағынасын? Жоқ. Түсінбедің, яғни тіл дыбыстары сөз жасау үшін, сөздің мағынасын түсіну үшін қажет екен. Тіл дыбыстары дегеніміз, яғни бұлар мағыналы сөздер, олардың әріптерін орнын ауыстыратын болсақ, мағынасын жоғалтады екен. Яғни біздің айтып жүрген күнделікті сөздеріміз бұл тіл дыбыстарына жатады екен. Ал басқа дыбыстар дегеніміз олар көліктің дыбысы, ағаштың шуылы, судың сылдыры, бұлар басқа дыбысқа жатады екен. Оларды біз
жаза алмаймыз, дыбыстарын тек қана ести алады екенбіз. Керемет. Бүгін біз сабақ бойы танысып қайталап жатқан дыбыстар мен әріптер. Керемет. Ол жерде оқулықта бізде ереже тұр. Қазір осы ережені бірге оқып қайталап алайық, жаттап алайық. Барлық сөз дыбыстардан тұрады. Оларды жазуда әріппен белгілейміз. Яғни барлық сөз неден тұрады екен? Дыбыстардан. Ал оларды жазуда немен белгілейміз? Әріппен. Дұрыс айтасыздар. Дыбыстың таңбасы не бол? Әріп. Естеріңе түсіп жатыр ма? Жаңа да қайталап өттік. Керемет, дыбыстың таңбасы ол әріп екен. Біз әрқашан жазғанда әріп қылып таңбалап жазамыз. Тамаша, керемет. Ал керемет. Балақайлар, шаршап қалдық па? Қазір ендеше біз артикуляциялық жаттығулар жасаймыз. Артикуляциялық жаттығулар дегеніміз не? Мен сіздерге қазір қысқаша түсіндіріп өтейін. Артикуляциялық жаттығулар ол біздің дыбысымызды дыбыс шығарғанда анық шығаруға көмектесетін жаттығулар екен. Ол қалай? Яғни тыныс алу мүшелерімізді біз жаттықтырамыз. Тыныс алу мүшелері, яғни өкпеден, кеңірдек, өңеш, жұтқыншақ және де ауыз қуысындағы тіл, тіс, ерін және де мұрын қуыстарынан шығатын біздің дыбыстарымыз. Оларды біз артикуляциялық жаттығулар арқылы анық шығара алады екенбіз. Суретте қарасаңыздар, балалар тілдермен жаттығу жасап жатыр. Қазір біз де сондай 3 жаттығуды жасап кетейік. Бірінші жаттығу дәл көріп тұрғандарыңызда не көріп тұрсыздар? Атты көріп тұрсыздар. Керемет. Қазір біз аттың жаттығуын жасаймыз, артикуляциялық. Ол үшін біз аузымызды ашамыз. Енді тілімізді таңдайға бір-біріне тигізіп тақылдатамыз. Түсінікті ма? Ендеше қазір мен 10-ға дейін санаймын. Сіздер менімен бірге 10 рет қайталаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, тамаша. 8, 9, 10. Керемет, жарайсыңдар. Келесі біздің артикуляциялық жаттығуымыз. Ол нені көріп тұрсыздар? Сағат, дұрыс айтасыздар. Қазір біз тілдерімізбен сағаттың тілімен жұмыс жасаймыз. Тамаша, аузымызды аштық. Енді тілімізді шығарып, оңға солға қарай қозғалтамыз. Керемет. Мен 10-ға дейін санаймын. Бастадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Тамаша, жарайсыңдар. Келесі не көріп тұрмыз? Піл, жақсы көресіздер ме пілді? Оның мұрны қандай пілдің? Ұзын екен. Ендеше қазір біз пілдің аузы сияқты, мұрны сияқты еріндерімізді созамыз. Қараңыздар. 10-ға дейін. 1, 2, тамаша. Керемет. Бұл піл. Енді қараңыздар, мынау шарбақ. Дұрыс. Қазір біз шарбақты аузымызды ашу арқылы тісімізді көрсетіп жасаймыз. Тамаша. Енді қазір біз піл мен шарбақты бірге қосып жасаймыз. Аузымызды бір кеттік. Тамаша. Ал мен санадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Жарайсыңдар. Керемет. Сіздерге ұнады ма артикуляциялық жаттығулар? Тамаша. Келесі. Артикуляциялық жаттығу жасап болдық. Сіздерге ұнаған болса, кітабымызды ашайық. Келесі біздегі ол нешінші жаттығу? 4-ші жаттығу екен. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз. Сол оқиғаға байланысты өз пікіріңді айтып көр дейді. Тамаша, 4-ші жаттығуға назарымызды аударып қарайық суретке. Ал жақсы. Бұл жерде кімді көріп тұрсыздар?
Дұрыс айтасыздар. Ол жерде бала отыр, иә? Ол балаға ат қояйықшы, есім қояйық. Кім дейік есімін? Арман. Тамаша. Арман не істеп отыр? Керемет, ойланып отыр. Не ойлап отыр? Тәтті кәмпит ойлап отыр. Тамаша. Ал Арман тәтті кәмпит ойлап отырды. Содан кейін Арманның анасы не істеп жатыр? Тамаша, не істеп жатыр екен? Ботқа пісіріп жатыр. Я, Арман оны көріп қалды. Сосын ары қарай. Тамаша, Арманның анасы ботқа дайындады. О, керемет. Келесі. Арманға анасы ботқа салып берді. Ал Арманның көңіл күйі қандай болып тұр? Көңілді ма? Жоқ, көңілсіз болып тұр. Не себепті көңілсіз болып тұр? Себебі Арман нені ойлап отырды? Дұрыс айтасыздар, ол тәтті кәмпитті ойлап отырды. Ал анасы оған не берді? Ботқа берді. Ал Арман таңғасына тәтті кәмпит жесе, денсаулығына пайдалы ма? Қалай ойлайсыздар? Ойларыңызды айтып отырыңыздар. Дұрыс, ол пайдасыз екен. Ал анасы оған пайдалы, күш беретін ботқа пісіріп берді. Тамаша, енді осы құрап болған әңгімелеріңізді 4-ші жаттығуға дәптерлеріңізді ашып, жаза қойыңыздар. Сосын маған чатқа жіберетін боласыздар. Тамаша, келесі оқулықтың келесі бетін ашамыз. Нешінші жаттығу көріп тұрмыз? 5-ші жаттығу. 5-ші жаттығуда сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз дейді. Ең алдымен біз қазір сөйлемді бірге оқып алайық. Ал қанекей барлығымыз бірге оқимыз. Адамның денсаулығы дұрыс тамақтануға байланысты. Тамақ дәмді әрі пайдалы болуы тиіс. Тамаша. Ал қазір сіздерге мен уақыт беремін. Сіздер қаламдарыңызды алып, денелеріңізді тік ұстап, дәптерге осы жаттығуды қатесіз әдемі етіп көшіріңіздер. Тамаша, көшіріп болдық па? Әдемі көшірді деп ойлаймын. Маған енді осы көшірген жаттығуыңызды суретке түсіріп, чатқа жібере қойыңыз. Тамаша, енді қазір адам, тамақ, дәмді сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар екенін айта қойыңыздар. Бірінші, адам сөзін талдап шығайық. Ал кеттік, неше дыбыс бар екен санайық. А, Д, А, М. Неше дыбыс бар екен? 4. Тамаша. Неше әріп бар? 4. Ал жақсы. Керемет. Келесі тамақ сөздерін өздеріңіз дыбыстарын санап айта қойыңыздар. Дұрыс. Неше дыбыс бар тамақ сөзінде? 5 дыбыс. Неше әріп бар? 5 әріп. Тамаша. Жарайсыздар. Келесі дәптерге назарымызды аударайық. Дәптерде бізде соңғы тапсырма қалды. Тамаша. Барлығымыз назарымызды аударайық. Не көріп тұрмыз? Я, бұл ребус екен. Ребусты шешіп табылған сөзді және дыбыс санын тор көзге жазу керек. Бірінші көріп тұрғандарыңыз не? Балта. Ал енді қазір балта сөзіндегі ең бірінші әріпін біз қазір қағазбен қалам аламыз, балта сөзін жазамыз. Жазып болдыңыздар ма? Балта сөзіндегі қараңыздар, ең бірінші әріпті сызамыз. Тамаша, балта сөзіндегі соңғы 2 әріпті істейміз, сызамыз. Тамаша. Енді қалған буынды сөзді бөлек жазып аламыз. Қандай сөз қалды? Дұрыс айтасыздар, ал деген сөз қалды. Ал келесі оған қай әріпті жалғаймыз? Ма. Керемет. Келесінен суретін көріп тұрсыздар. Дұрыс айтасыздар, құрт. Ал енді құрт сөзін жазып алыңыздар. Жаздық па? Құрт сөзінде нешінші әріпті сіз тастау керек? Дұрыс, бірінші әріпті сіз тастаймыз. Ол қандай әріп? Қ. Ал жалғадық, барлығын бір-біріне қостық. Қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыздар. Алмұрт деген сөз шықты. Ребустың шешуі қандай екен? Алмұрт. Алмұрт сөзінде
неше дыбыс бар? Дұрыс айтасыздар. 6 дыбыс, 6 әріп бар. Керемет. Ал балалар, тамаша балақайлар. Бүгін біз сіздермен тірек сызбамен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі сабақта не үйрендік? Қарап шығыңыздар мұнда. Дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану дегенімізге не жатады екен? Таңертең тұрғанда дұрыс айтасыздар, ботқа, пайдалы тағамдар жейміз, сүт, айран ішеміз. Ал біздегі дұрыс емес тамақтар жемейміз, оның ішіне жатады екен жаңа. Біз әсет жеген қытырлақ, кәмпит, газдалған сусын, оларды жемейміз. Дұрыс тамақтану. Керемет. Келесі сызбаға қараймыз. Дыбыс, әріп. Тамаша. Дыбыс дегеніміз не екен? Айтамыз, естейміз. Тамаша. Әріп дегеніміз не? Жарайсыздар. Дыбыстың таңбасы әріп. Келесі сөйлемдерге дыбыстық талдау жаса. Тамаша, мен сіздерге қазір сөйлемдерге дыбыстық талдау жасадық. Қандай сөйлемдерге дыбыстық талдау жасап шықтық біз? Қазір біз тағы да бір қайталап шығайық. Тағам сөзіне дыбыстық талдау жасап жіберейік. Тағам. Тағам сөзінде неше дыбыс бар екен? Т, А, Г, А, М. 5 дыбыс. Неше әріп бар? 5 әріп. Тамаша. Енді оның ішіндегі дауысты дауыссызын ажыратып жіберсек. Т. Дауыссыз. Керемет. А. Дауысты. Г. Дауыссыз. А. Дауысты. М. Дауыссыз. Тамаша. Сонымен неше дауысты дыбыс бар тағам сөзінде? 2 дауысты дыбыс. Неше дауыссыз дыбыс бар? 3 дауыссыз дыбыс. Керемет. Жарайсыңдар балалар. Біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.